Сәлеметсіздерме? Adobe After Effects негіздері бейне сабақтар курсын назарларыңызға ұсынамыз. Бұл сабақта біздің қарастыратынымыз композиция деген не? Оның параметрлері, сонымен қатар біз алғашқы композицияны жасаймыз. Әр жоба бір немесе бірнеше композициядан тұрады. Композициялар қабаттардан тұрады. Әр композиция аудио, бейне жазба файлдардан, сондай-ақ басқа да композициялардан тұрады. Композицияны бірнеше тәсілмен жасауға болады. Бірінші тәсіл менюдің Composition, New Composition ендірмесі арқылы. Сондай-ақ композицияны Project панелінің терезесіндегі композиция белгісіне басу арқылы да жасауға болады. Алдымызда Composition Setting терезесі ашылды. Онда композиция жасау параметрлері бар. Composition Name өрісіне жаңа композицияның атауын енгізу қажет. Төменіректе композицияның өлшемдерін беретін preset шаблоны орналасқан. Әр шаблон әртүрлі мақсатта қолданылады. Интернетке бейне жазба орналастыру, теледидарға арналған, тіпті кең форматты киноларға арналған бейне жазба жасау. Сіз шаблондарды пайдаланбай, өзіңіздің жеке ен мен биіктік мәндерін салуыңызға болады. Бұл үшін маустың меңзерін ен мен биіктіктің сан түрлігіндегі мәніне келтіріңіз. Қос үшті стрелкалы қол белгісі пайда болады. Мұнан соң маустың сол жақ батырмасын басып ұстап, оны босатпастан оңға немесе солға сан мәнін тиісінше ұлғайту немесе азайту үшін жүргізіңіз. Сіз сондай-ақ мәндерді пернетақтаның көмегімен де енгізе аласыз. Егер Log Aspect Ratio тармағына қанат белгісін қоятын болсақ, ен мен ұзындықтың мәндері тепе-тең өзгереді. HDTV 720-25 шаблонын таңдаймыз. Frame Rate параметрі кадрлардың 1 секундта ойнау санын көрсетеді. Бұл сан неғұрлым аз болса, бейне жазба соғұрлым баяу орындалады. 25 санын таңдайық. Resolution параметрі композиция шешуді Composition панеліне бейнелеу үшін белгілейді. Full сапаның санылығын білдіреді. Health шешу сапасы 2 есе төмендейді. Third 3 есе. Сапаны төмендету ауыр сценалармен жұмыс істеген жағдайда неғұрлым тез есептеу үшін қажет. Неғұрлым төмен шешуді таңдасаңыз, композицияны алдын ала қарау соғұрлым тез жүреді. Келесі параметр Start Time Code бірінші кадрдың мәнін белгілейді. Мысалы, егер оны тең етіп белгілейтін болсақ, мысалы 0:00:02:00 деп алатын болсақ, онда барлық композициялар 2 секундтан басталатын болады. Duration параметрі композицияның ұзындығын белгілейді. Background Color композицияның артқы фонын белгілі бір түске бояйды. Композицияны бабына келтіруді аяқтаған болсаңыз, OK немесе Enter пернесін басыңыз. Project панелінде Lesson 2 композициясы пайда болды. Оны Composition терезесінен көруге болады. Композицияны маустың дөңгелегінің көмегімен жақындатуға болады. Композицияның соны өлшемін таңдауыңызға болады, немесе оны Fit функциясының көмегімен Composition панелінің өлшемдеріне сәйкестендіруіңізге болады. Файлды After Effects'ке импорттаймыз. Project панелінде керекті файлды ерекшелеңізде маустың сол жақ батырмасымен ұстап тұрып, композицияның атауына көшіріңіз. Сіз маустың батырмасын басқан сәтте бейне жазба композицияда пайда болады. Біздің бейне жазбамыз тағы панелінде пайда болды. Файлды композициядан Del батырмасының көмегімен жоюға болады. Файлды композицияға оны Timeline панеліне тасымалдау арқылы жүктеуге болады. Көгілдір сызық ұзақтығын білдіреді. Бейне жазбаны ойнату үшін Preview панеліндегі Play белгісін басыңыз.
Бұл қызыл жолақ уақыт маркері деп аталады. Маркер ағымдағы уақытты және композиция кадрын көрсетеді. Композицияның ұзақтығы бейнежазбаның ұзақтығынан артық болғандықтан, бейнежазба аяқталғаннан кейін сіз маркер 2 минутқа жеткенше бейнеленіп тұратын композицияның артқы фонын көресіз. Композицияның ұзақтығын қысқарту үшін сұр жолақтың шек белгісін көгілдір жолаққа жылжытыңыз. Енді бейнежазба ғана ойналады. Жолақты қайтадан бүкіл композицияның бойына созамыз. Композиция параметрлерін оны жасап болғаннан кейін кез келген уақытта өзгертуге болады. Бұл үшін композицияға маустың оң батырмасымен басып, Composition Setting-ті таңдаймыз, немесе Ctrl-K-ні басыңыз. Композицияның ұзақтығын өзгертейік. Композицияның бейнелеу аралығын жұмысты неғұрлым ыңғайлы ету үшін өзгерте аласыз. Келесі сабақта біз қабаттармен жұмыс істеуді қарастырамыз. Оларды құралдар панелінің көмегімен редакциялауды, сондай-ақ бейнежазбаның ұзақтығын өзгертуді үйренеміз. Сау болыңыз!